Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырдан пирог жасайтын боламыз. Ал бастайық. Ең алдымен бауырды майдалауымыз қажет. Оны мясорубканың көмегімен немесе мен секілді миксердің көмегімен майдалайсыздар. Жалпы бізге рецепт бойынша 500 грамм бауыр қажет. Осылай видеода көрсетілгендей етіп майдалаймыз. Міне бауыр майдаланды. Енді оның үстіне 2 жұмыртқа қосамыз, 1 стакан сүт қосамыз, және де дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, приправа және де тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне 80 грамм ұн қосамыз. Ұнды қосып болғаннан кейін барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Қою болмауы қажет, себебі піспей қалуы мүмкін, кішкене сұйықтау болғаны дұрыс. Жақсылап барлығын араластырамыз. Арнайы сковородкаға май құйып, қыздырып, блинчик секілді пісіріп аламыз. Екі бетін айналдыра қуырамыз. Осылай барлығын жасап пісіріп шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Мен пияз бен сәбізді жақсылап қуырып, арасына салатын боламын. Салмай қойсаңыздар да болады. Бұл өздеріңіздің еріктеріңіз, және де дәміне қарай ауыстыра берсеңіздер де болады. Мен сәбіз бен пиязды қуырып шықтым. Міне біздің сәбіз және де пиязымыз дайын болды. Осылай жасасаңыздар болады. Енді салмасына жаққанға бізге 2 чеснок және де майонез қажет. Өте жақсылап араластырамыз. Егер чеснок көп болғанын қаласаңыздар, тағы да қоссаңыздар болады. Маған 2 чеснок жеткілікті. Енді бір бауырды алып, оның үстіне жаңағы чеснок және майонез қосылған соусымызды жағамыз. Оның үстіне дайындаған салмамызды қосамыз, яғни сәбізден, пияздан жасалған салмамыз. Әр қайсының арасына жағып шығамыз. Әр слойды осылай видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Міне біздің бауыр пирог осылай шықты. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.